Сәлеметсіздер ме, құрметті 8 сынып білім алушылары? Бұл видеода біз сіздермен алгебра пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың бірінші нұсқа есептерін толық қарастыратын боламыз. Әр есептің шығарылу жолы нақты әрі түсінікті қысқадан нұсқа айтылатын болады. Видеоны соңына дейін мұқият қараңыздар. Ал бастайық. Бірінші есеп теңсіздікті шешіңіз дейді. Бар болғаны 2 балдық есеп екен. Бұл жерде беріліп тұрған квадрат теңсіздік, оны біз квадрат теңдеу ретінде қарастырып, алдымен түбірлерін тауып алайық. Ол үшін берілгенін көшіріп жазып, тең 0 дейміз. Және бұл жерде түбірлерін табу үшін дискриминантты қолданғанымыз тиімді. Дискриминант табылды, ары қарай бірінші және екінші түбірлерін іздеп бастаймыз. Ары қарай сан өсін салып, интервалдар әдісі арқылы тапқан түбірлерімізді оған белгілейік. Бұл жерде теңсіздік белгісіне мұқият болыңыздар. Қатаң түрде екен, демек ішін боямаймыз. Сол жаққа кішісін 4-тен 1, ал оң жаққа үлкен түбірімізді 7-ні орналастырдық. Аралықтарға жіктеп алдық, оң жақтан оң таңбадан бастай берсек болады. Енді бізге керегі кіші деп тұрғандықтан екі түбіріміздің аралығын штрихтаймыз. Демек жауап 4-тен 1-ден 7-ге дейін екен. Жауап жазылды, есеп аяқталды. Келесі екінші есеп А және Б сұрақтарынан тұрады екен. Алдымен Асын қарастыратын болсақ, бұл жерде квадрат теңсіздік берілген, оның неше шешімі бар деген сұрақ қойылған. Квадрат теңсіздігімізді алдымен шешуін толықтай шығарып алайық. Түбірлерін табуды бұл жерде келтірілген болғанымен Вие теоремасын қолдануға ыңғайсыз екен, онда дискриминантпен асықпай тауып алайық. Түбірлерін тауып алдық, алайда нақты болмай тұр, сол үшін оның жуық мәндерін табуымыз керек. Ол жерде сіздерге калькулятор қолдануға рұқсат етілмейді. Жобамен 57 санын түбірден шығарып көресіздер. Енді сіздер бұл жерде 49 7-нің квадрат екенін білесіздер. Ары қарай енді мысалы 75-тің квадраты да соңы 5-пен аяқталатындардың квадратын жаттағансыздар, соларды қолдансаңыздар болады. Мен мысалы 57-тен жобамен 7,5 шығады дейтін болсам түбірден. Оны есептеп аламын. Минус 6-да 25-ге тең екен. Екінші түбіріміздің жуық мәні есептейтін болсақ 1-де 25-ге тең екен. Енді теңсіздік кіші деп тұр. Интервалдар әдісімен көрсетіп қояйық. Негізі осы екі түбіріміздің аралығы болады. Оны білесіздер, е? Енді бізден сұрап тұрғаны неше бүтін шешімі бар дейді. Енді осы аралықтағы бүтін шешімдерді жазып алатын болсақ, минус 6, оң жаққа қарай минус 5, 1-ге дейін. Осындай бүтін шешімдер кездеседі екен, олардың саны керек бізге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бүтін шешім бар екен. Жауабына 8 дана деп қойсақ болады. Ас аяқталды. Ары қарай Б-сын қарастырып бастайық. Бұл жерде де квадрат теңсіздік берілген, оның ең кіші бүтін шешімін табыңыз дейді. Стандарт түрде жазып алатын болсақ, барлығын бір жаққа жинақтап, квадрат теңсіздігіміз мына түрде екен. Оны да квадрат теңдеу ретінде қарастырып, түбірлерін тауып алайық. Келтірілген квадрат теңдеу болып тұрғанмен, бұғанда виетті қолдана алмаймыз. Демек, дискриминантпен асықпай түбірлерін тауып алайық.
Бірінші, екінші түбіріміз табылды, алайда нақты емес. Жуық мәнін есептеп көретін болсақ, бірінші түбіріміз 52-ден 49-ға жақын сан ғой, 7 деп қарастырсақ, түбірден шыққан санды. Бірінші түбіріміз болады екен минус 8,5. Екінші түбіріміздің жуық мәні минус 1,5-ке тең екен. Енді бұл жерде де теңсіздік белгісі кіші деп тұр. Демек, осы екі түбірдің аралығы болады. Енді бақылау болғандықтан интервалдар әдісі арқылы оны көрсетіп қояйық. Бізден сұрап тұрғаны ең кіші бүтін шешімі еді. Демек, минус 8,5-тен оң жағында тұрған ең кіші бүтін шешім бұл жерде болады минус 8. Жауап жазылды, есеп аяқталды. Келесі үшінші есепті қарастырайық. Теңсіздікті шешіңіз дейді. Бұл жерде беріліп тұрғаны бөлшек рационал теңсіздік екен. Алдымен барлығын бір жаққа жинап жазамыз. Одан кейін екі бөлшек азайтылып тұр. Міндетті түрде оған ортақ бөлім таңдауымыз керек болады. Ортақ бөлім екеуінің көбейтіндісі. Ал енді толықтауыш көбейткіштерін әрқайсысының қасына көбейтетін болсақ, жазып алайық сіздерге түсінікті болу үшін. Осы түрде болады екен. Енді жақшаларын ашамыз. Мына аралықты байқаған болсаңыздар, қыса көбейту формуласына келіп тұр. X квадрат азайтылған 4 болады. Енді алдында минусы бар екен ескеретін болсақ, минус x квадрат плюс 4 ретінде ол ашылады жақша. Енді алымын ықшамдайтын болсақ, x квадраттар жойылып кетеді. Тек қана қалады x қосылған 4 түрінде. Осындай қарапайым ғана теңсіздік пайда болды. Енді бөлімін тең емес 0-ге деп қарастырайық. Сонда бірінші түбіріміз бөлімінен 0-ге тең емес болды. Екінші түбіріміз 2-ге тең емес болды. Алымын тең 0 деп қарастыратын болсақ, минус 4-ге тең деген түбір пайда болды. Барлығын бір сан өсіне кескіндейік. Ең кішісі минус 4. Теңсіздік белгісіне мұқият қараңыздар. Алымынан шыққан түбірлер боялуы керек. Минус 4-ті бояймыз. Ал 0 мен 2 боялмайды. Ол бөлімінен шыққан түбір. Аралыққа жіктеп алдық. Енді оң жақтан қойып бастайтын таңбамыз оң таңба болады. Себебі мына жерде айнымалылардың ең үлкен дәрежелерінің алдында таңбалар оң. X-тің алды оң болып тұр. Бөлімінде жақшаны ашатын болсақ, x квадраттың алды да оң болып тұр. Екеуінің қатынасының нәтижесі де бізге оң таңбаны береді. Оны сіздер сабақ барысында түсініп алғансыздар деп ойлаймын. Ары қарай қайталанып тұрған түбір жоқ. Демек, еркін түрде таңбаларын ауыстыра береміз. Сонымен бізге керегі кіші. Оны штрихтап көрсетіп қоямыз. Сол аралықтарды жауапқа жазатын болсақ, минус шексіздіктен минус 4-ке дейін тік жақша, жақсасына мұқият болыңыздар. Ары қарай 0-ден 2-ке дейін, ол екеуінің де жақшалар жай жақша. Жауап жазылды, есеп аяқталды. Келесі төртінші есеп. Шарты: теңсіздіктер жиынтығын шешіңіз дейді. Енді жүйе мен жиынтықтың айырмашылығын білетін шығарсыздар. Тек қана жауап жазуда мұқият болуымыз керек. Енді әрқайсысын жеке-жеке қарастырайық. Алдымен біріншісін көшіріп жазамын және оны қарапайым квадрат теңдеу ретінде тең 0 деп алып, түбірлерін табамын. Бұл жерде келтірілген әрі виет теоремасын қолдануға тиімді болып тұр. Жоқ, виет теоремасын қолдануға қиналамын дейтін болсаңыздар, дискриминантты пайдалануларыңызға болады. Сонымен мен 120-ны көбейткішке жүктеуім керек. 10 және 12-нің көбейтіндісі деймін. Минус таңба керек. Ал қосқан кезде керек емес. Онда кішісіне қоямын. Енді теңсіздік белгісі бұл жерде үлкен немесе тең деп тұр. Жауап интервалдар әдісімен көрсетіп қояйық. Алайда көп есеп шығарған оқушылар бұның жауабы екі түбірдің екі шетінде жатқандығын анық біліп тұр деп ойлаймын. Өйткені аралыққа жіктеген кездерімізде дәл сол аралықтар бізге оң таңбаны береді. Оны жазып қояйық. Ары қарай екінші теңсіздікті қарастырамыз. Оны да тең 0 деп алып, алдымен түбірлерін тауып алайық. Бұл жерде де виет теоремасын қолдана алады екенбіз. 84-ті көбейткішке жүктеуіміз керек. 6 мен 14-тің көбейтіндісі дейін минус қоюым керек. Қосқан кезде керек емес. Кішісінің алдына минус қоямын. Енді сол бойынша
Бұл жерде теңсіздік белгісі байқаған болсаңыздар, қатаң түрде кіші деп тұр. Тауып алған екі түбіріміздің аралығы болады, жауап. Енді бұл жерде бақылауы міндетті түрде көрсетіп қоймыз керек. Ішін боямаймыз екі түбірдің де. Ал енді бұл жерде жиынтық болып тұр. Тапқан екі теңсіздігіміздің де жауабын бір интервалға салып, олардың жалпы жауабын шығаруымыз керек. Енді барлық түбірлерді орналастырайық. Ең кішісі -10, одан кейін -6, ары қарай 12 және 14. Бірінші теңсіздік жауабын жоғарыға штрихтайық. Екі түбіріміздің екі шеті. Ал екінші жауапты төменге штрихтайтын болсақ, -6 мен 14-тің аралығы. Міне осы жерде мұқият болуымыз керек. Жиынтық болған кезде жауап жазылады барлық штрихталған жерлер. Демек, минус шексіздіктен -10-ға дейін тік жақша және -6-дан плюс шексіздікке дейін. Егер жүйе болса, біз тек қана қиылысып тұрған жерін алатын едік. Айырмашылығы да сода. Түсінікті деп ойлаймын. 4-ші есебіміз де аяқталды. Соңғы 5-ші есеп. Шарты функцияның анықталу облысын табыңыз дейді. Функцияның берілу түрін қарасаңыздар, түбірдің астында қандай да бір функция беріліп тұр. Бұл жерде анықталу облысын табудың шарты функцияны толықтай көшіріп жазып, үлкен немесе тең 0-ден деп қарастыруымыз керек еді. Бұл естеріңізде деп ойлаймын. Демек, біздің функцияны көшіріп жазып алайық. Оны 0-ден үлкен немесе тең дейміз. Бұл жерде әр жақшаны бөлек-бөлек 0-ге теңестіріп, түбірлерін тауып аламыз алдымен. Бірінші жақшаны 0-ге тең деп қарастыратын болсақ, толымсыз квадрат теңдеуі болып тұр. Ортақ көбейткіш жақша сыртына шығарып жіберіп, жақшаларға жіктеп алайық. Сыртынан бірінші түбіріміз шығады, ол 0-ге тең болып, ішінде екінші түбіріміз болады екен 1-ге тең. Екінші жақшаны көшіріп жазып 0-ге тең дейтін болсақ, бұл жерде қандай санның квадратына 7-ні қоссаң 0 болып қалады? Ешқандай. Демек, бұл бос жиын. Теңсіздік белгісіне назар аударыңыздар. Қатаң емес, бояп тұрып белгілейміз. Аралықтарға жіктейік. Бізге керек оң аралықтар. Өйткені теңсіздік белгісі үлкен деп тұр. Енді жауапты жазатын болсақ, минус шексіздіктен 0-ге дейін тік жақша және 1-ден тік жақшамен плюс шексіздікке дейін. Дәл осы аралық бізге анықталу облысын береді екен. 5-ші есебіміз де аяқталды. Осымен құрметті білім алушылар, бірінші нұсқамыздың 5 есебін толықтай аяқтадық. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар. Ал видео ұнаса, сіздерге міндетті түрде лайк басып, каналға тіркеліп, қолдау көрсетіп қоюды ұмытпаңыздар.